Майкл Джексонды бәріміз танимыз, бірақ оның балалық шағы қандай ауыр болғанын білдіңіз бе? Майкл Джексон 1993 жылы Грэмми марапатын алғанда осылай деді. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. It was not a normal childhood. Неге? Оның әкесі Джозеф өте strict, қатаң адам болды. Ұлдарын күнде ұзақ жаттығуға мәжбүр етті, қателессе белбеумен ұрды. Майклдың өзі айтты, when he would catch me, oh my god, it was bad. Сөзбен де жарақаттады, әкесі оны fat nose, жуан мұрын деп айтатын. Тіпті өз балаларына you call me Joseph, мені Джозеф деп атаңдар деп айтты. Әке емес Джозеф. Бұл жайлы Джозефтің өзі не дейді? I'm glad I was tough because look what I came out with. I came out with some kids that everybody loved all over the world. Сіздің ойыңызша Джозефтікі дұрыс па? Қатаңдық жетістікке апара ма? Пікірлетіңіз.